Мұхтар Шаханов, ғашықтық ғаламаты. Атақты Қорлан әнінің авторы Естай ақын 72-ге келіп, тіршілікпен қоштасар шағында аласұрып жан досы Нұрлыбекті іздепті. 2 күндік қашық жерде тұратын Нұрлыбек аттан құлап, аяғын сындырып алғанына қарамастан, арбаға жамбастай жатып, достына жеткен екен. Сонда Естай әбден жұқарып, тозуға айналған соқ саусағындағы жүзігін көрсетіп, сүйегіме кіретін қарттарға ескерт. Мына жүзікті жарты ғасыр қолымнан тастамай келгенімді білесің. Ендеше қалған ғасырларда да саусағымдағы жарқырап жатсын. Ұлы сезімін кішкене жүрегіне сыйдырған қайран Қорланым-ай, деп ағыл-тегіл жылапты. Бірде Евгений Евтушенконың үйінде шет елдік достарымен болған бас қосуда мен осы оқиғаны әңгімеледім. Кенет итальян мүсіншісі орнынан тұрды да, мұнда сүйгеніне қосыла алмаған Естай ақынның сағынышы мен зары ғана емес, бүкіл бір ұлттың махаббатқа деген мінезі мен ерлігі жатыр екен. Осы Естай мен Қорланды туған халықтың денсаулығы үшін тост көтеруді ұсынамын деді. Сол сәтте төбем көкке 2 әлі жетпей тұрды. Қартаң әйел жұмысыма іздеп келіп жылады. Жалғыз қызым бар еді. Айнам, тірлігімнің шынары, еркелеттім, өмірді желкен еттім жолына. Тек сол гүлдеп, толсын деп, тек сол кисін, сол ішсін деп, ештеңені аяғам жоқ, бәрін бердім қолына. Қызым сұлу бой түзеді, ой түзеді жайдары, ой түзеді, көз жауын ап қызғалдақтай майдағы. Алды болды құрбысының бір көскен, үмітім бе, бақ пен қайғы қалай қатар мінгескен. Бекер, бекер жіберіппін еркіне, ерте түсіп қалды-ау сірә, албырт сезім өртіне. Бақыт дедім мен қандай, қашан қызым жолыққанша ғашықтықтың дертіне. Күзетшімін бұл күн есік торыған, туар айым тумай қалды оңынан. 3 жыл болды, бұйрабас бір әртістің, сорлы қызым жүгіріп жүр соңынан. Ал ол иттің бұл қорлыққа қарашы, бар әйелі, баласы. Үйленуге қайдан келсін шамасы, қызым соны білмейді ме? Біледі, біле тұра селт етпейді жүрегі. Не бір жайсаң жігіттерді дүредей, мазақ етіп кетпеді ме елемей. Бұл не деген көлден табар бақытты, шөлден іздеп жаңылысқан шөрегей. Деп сенсем де, бақыт алда, жол алда, адасқандай кейіптемін боранда. Ал ол үшін бұйрабас сол әртістен артық жан жоқ ғаламда. Тек соны ойлап беріледі арманға, тек соны ойлап жылайды үйде қалғанда. Сосын қайта жымияды, менен асқан бақытты адам жоқ деп ғаламда. Дауа бар ма талғамға, жақын тартып сырласымдай бұрынғы. Кешір қалқам, саған аштым сырымды. Сен ерекше сыйлы жансың қызыма, сыйлайтыны жатқа оқиды жырыңды. Өзіңе аян, қыз көңілі гүл нәзік, жеңе алмаспыз ер мінезбен ұрыда жоқ. Өтінем, сол бақытсыз сорлыға қол ұшын бер, ой саларлық жыр жазып. Соны айтты да шығып кетті ол қоштасып, тұрып қалдым оймен мұңмен астасып. Көз алдынан кетпей қойды мұңлана, көз алдынан кетпей қойды жас ғашық. Өлге даңқын артқан мен арқаға, әлі күнге түспей келген картаға. Қыран ғана қалықтайдың көгінде, бұлттан биік заңғар аз ба? Сұрақ қойған таңдар аз ба? Жазылмаған заңдар аз ба өмірде? Күдіс пейіл, кедергіден қайтқан мен меселе, ғашық жүрек өз тағдырын өзі ғана шешеді. Жығалмайды оны жұрттың өсегі, бұған дәлел құдіретті Қорлан әні кешегі.
Қасіретті сәттен соққан әбден меңдеп кеселі қайран естай қимас досын шақырып былай депті деседі: ей Нұрлыбек еренім, 72 жасымда тұзағына іліндірді мен өлім. Тулаға мен амал нешік көнемін, тіршілікте аз созбап ем қол ұшын, өлгеннен соң қажет боп тұр көмегің. Дәл өзіндей қайдан ұқсын қайғым дел, ғашық көңіл мәңгі жасыл айдын көл, ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер. Көлмен көлде, таумен таудай теңдессе, белдесуге талап қылдым мен неше. 51 жыл ғашық болдым қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше. Қорлан дойлап қиял қостым таңдарға, қорлан дойлап шықтым қанша заңғарға. Сірә мендей ғашықтан бақ тауып, сірә мендей мұңға батқан жан бар ма? Дүниенің өзге бақыт шаттығын менсінбеген менің мұңым тәтті мұң. Тәттемене 18-ге ой салып, 25-ті таңдандырса қарттығым. Әттең тағдыр қоса алмадым, сорым ба, заман жылан жатып алдау жолымда. Бірақ менің бақытым да, барым да қорлан берген алтын жүзік жарқырап, 51 жыл сәуле шашты қолымда. Өр толғынға қарсы жүзген өр кеме мен болыппын. О, қандай мәртебе! Бұл жүзікке 51 жыл әйелім қызғанышпен қарап келді өртене, десе дағы ел дәстүрі ерге сын. Қарттарға ескерт, қарсыласса көрмесін, қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін, өзімнен бір жерлесін. Сертпен сөзге ұмыт жақтау өлкеде, ғашық болып өлу қандай мәртебе. Тірлігімде шабыт берген бұл жүзік, жарық беріп жатсын маған көрімде. Шаршатпаған арман шіркін, арман ба? Әне солай қайсар ақын көз жұмды. Бұл туралы айтқан кезде қорланға, егер олай етпесе, естай бола ма? Естай бола ма? Онсыз дағы жаны сұлу балаңа, сұлу өлім сыйлапсың ау, жер ана, деп жылапты кемпір байқұс еңкілдеп, ақ жаулығы ай нұрымен желкілдеп. Нағыз ғашық қарттығыңа көнер ме? Қорлан өзі кейінірек қылтамақтан өлерде, әжімді жүзі қуарып, түнеріп, күйеуін сыртқа шығарып жіберіп, ақбалап, қозып делебесі де, бой жетіп қалған немересіне Естайдан әнін салдырып, жанарын шоқтай жандырып, бақыттымын депті де көз жұмыпты мәңгілік. Ғашық жүрек сүйген үшін бола алмайды жазалы, адам маса ғашықтықтың жоқтығына назады. Ғашық жары тіршіліктің көкке тесті өлеңі, ешбір геометриямен өлшенбейтін көлемі. Бұл сезімнің ұшан теңіз адамзатқа берері, ғашық болу келсе кімнің қолынан, әлем соған сенеді. Құлай сүю еркелікпен тең себебі. Апатай-ау, онда неге итереміз ғашықтарды қақпанға? Көңіліңнің күні жоқтардан, табанының бірі жоқтардан, жұрт онсыз да зардап шегіп жатқанда. Апатай-ау, қызым батты күнәға, деп қамығып жылама, жанарыңды қасіретке бұлама. Мүмкін жолы сәтсіз шығар, бірақ сүю бақытты кез келгенге тартылмайтын сыбаға. Апатай-ау, сеніміңді жасытпа, ғашықтықты жеңе білу мықтылық. Нағыз бақыт жақында емес, қашықта. Кел, ендеше орнымыздан тік тұрып, игі тілек айталық. Қашық, қиын жол таңдаған ғашыққа аспаны ашық болсын деп, сәулесін алысқа шашып қалсын деп, өлімде бөле алмаған қашық болсын деп,
адамдар оларды соттауға асықпасын деп.